Сәлем арна көрермендері, осы қазақша тілді арнаны қолдап, тіркеліп, өздеріңіздің алтын пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сонымен Дарабаевтың басы дауға қалды. Президентке үміткердің ұлдары рейдерлікпен айналысқаны айтылды. Тараз қаласы сотында сеніп тапсырылған бөтеннің мүлкін иемдену, ірі мөлшерде алаяқтық жасады деген айыппен 4 азаматқа қатысты іс қаралады, деп хабарлайды dalanews.kz. Жамбыл облыстық сотының хабарлауынша, іс нөмірі 2 қалалық сотының өндірісінде 2022 жылдың 19 қыркүйегінде түскен. Сайт тілшісі осыған байланысты Жигули Дарабаевқа телефон арқылы хабарласқан екен, алайда ол сөйлесуге уақыты жоқ екенін айтқан. 30 қыркүйекте елордада ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының кезектен тыс 20-шы съезі өтті. Жиын барысында партия төрағасы Али Бектаев алдағы президент сайлауына партия атынан Қазақстан фермерлер одағы қауымдастығының президенті Жигули Дарабаев үміткер болатынын мәлімдеді. Айта кетейік, қылмыстық іс бойынша басты сот талқылауы 2022 жылдың 11 қазанына тағайындалған. Осыдан кейін бір сұрақ мазалайды. Екі баласына білім беріп, тәрбие бере алмаған адам 20 миллионға таяу халқы бар Қазақстан атты елді мекенінің адамдарына, халқына әке бола алады ма? Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.